Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен бірге ең нәзік сметаник пирогын дайындаймыз. Өзі оңай әрі тез дайындалады. Ол үшін еліктен өткізілген ұнымызға бөлме температурасында майымызды қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып, крошка тесто жасаймыз. Крошкамыз осындай болып шығу керек. Енді қантын қосамыз және қопсытқышын қосамыз. Енді жұмыртқасын қосамыз. Барлығын араластырып, жұмсақ қамыр елейміз. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін қаймағымызға қант қосамыз және қалағанша ванилин қосамыз. Жұмыртқа қосамыз. Барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Енді формамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, тестомызды қолмен жаямыз. Жандарына 1,5 см бортик шығарып кетеміз. Дайын болған основамызға начинкамызды құйып шығамыз. Өз қалауыңша үстіне мұздатылған жидектер салуыңызға болады, салмасаңызда да болады. Енді ақырындап қолыңыздың ұшымен жаңа шығарып кеткен бортиктарды начинкамен бірдей қылып басып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Тестомыздың шеттері қызару керек. Менің каналымнан басқа да түрлі пирогтардың рецептісін қарай аласыздар. Ол үшін барлық видео деген батырманы басуыңыз қажет. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге болған Жансая.